Шараға қатысушылар Қарабұлақ елді мекендегі жеке кәсіпкер Елмұрат Сулайманов басқаратын шаруа қожалығының жұмысымен танысты. Мал бордақылау ісін былтырдан бастап икемдеген қожалық Ырыс шағын несие ұйымынан 5 миллион теңге алған. 34 бас ірі қара сатып алып, тек еті ғана емес, күнделікті саулатын 40-50 литр сүті де жергілікті базарларға өткізілуде. Алдағы уақытта қожалық иелері істерінің ауқымын кеңейтіп, мемлекеттен тағы да несие алу жоспарлап отыр. Мына бизнес 2020 программасы бойынша кәсіпкерлеріне дайындау палатасыға барып, соқтан консультация алдық. Кәсіпкер палатасыдағы жігіттер көп көмектер берді. Бізге қалай алу керек, қандай документтер керек туралы көп сөздерін үйретті бізге. Біз солардың көрсетмесі бойынша бағана айтқан документтің бәрін дайындадық. Олар оны алу үшін кәсіпкер палатасыда оқуға келесіз, сертификат алсаңыз болмайды деп айтты. Соған барып, кәсіпкер палатасы барып та оқыдық. Кейін көп нәрселерін үйретті бізге. Шымкентте Ырыс банктан 5 миллион ақша алдық. Оған ақшаға 34 бас мүйізді ірі қара мал алып халықтағын, соны қазір бордақылап жатырмыз. Енді мына бізге сондай имканат жаратып берген елбасымызға, президентімізге мен рахметтер айтамыз. Құдай қаласа қалған кәсіпкерлерді ақшаны алып, сондай бизнес құлуға үлкен жолдар ашық біз үшін. Бәрімізді сондай алып, бағана мал бақу, бағана соңын сүйір бақуға берген көрсетмелер бойынша алып істегендерді дұрыс деп білемін өзім. Сайрам аудандық кәсіпкерлер палатасы жалпы 2016 жұмысына келетін болсақ, 102 жоба сүйемелденіп, 805 миллион теңге қаржы игерілді. Ол жобалар әртүрлі мақсатта мал шаруашылығы, өндіріс, қызметтерге байланысты алынды. Қазіргі біздің Сүлейменов Елмұрат бірінші біздің кәсіпкерлер палатасына келіп кеңес алды. Одан кепіл затының құқық белгілейтін құжаттары тура болмағандықтан біраз жұмыстар жүргізілді. Мемлекеттік акциядан басталып, техникалық төлқұжаттарына дейін заңдастырылып, Ырыс микроқаржы ұйымына құжаттар топтамасы толықтырылып, тапсырылды 2016 жылы. 2017 жылы Құдай қаласа 5 миллион теңгесі алынып, жұмыс орны ашылды. Сайрам ауданы кәсіпкерлеріне, немесе кәсібін ашам дейтіндерге, кәсіпкерлігін кеңейтем дейтіндерге толыққанды мемлекеттік бағдарламалар бойынша кеңес береміз және жобаларын дайындап сүйемелдейміз. Ырыс микроқаржы ұйымының оңтүстіктің мал шаруашылығында алар орны бөлек. Бұл тұста Оңтүстік Қазақстан облысында мал шаруашылығын дамытудың өзіндік жоспарында айта кету керек. Тұрақты жұмыс орындарын ашу, шағын фермерлік қожалықтар дамыту арқылы ауыл халқының тұрмыс деңгейін көтеру, оларға жеңілдікпен несие беруді қамтамасыз ету аталмыш бағдарламаның басты мақсаттарының бірі. Осыған да Ырыс микроқаржы ұйымы ауыл шаруашылық мақсатында несиелендіру жұмыстарын бастады. Ол жерде 6 және 8% несиелер бар, және жұмыстың жол картасы бойынша 7% несиелендіру, 6 миллион теңгеге дейінгі несиелендіру шарттары бар. Осы бір апта көлемде Ырыс микроқаржы ұйымы көктемгі егін жұмыстары және күзгі жинау жұмыстары бойынша 8% несиелендіру жұмыстарын бастап кетті. Көздеріңіз көріп отқанда біздерден осы күнгі жұмыс қамту жол картасы 20-20 бағдарламасы бойынша Сүлейменов Елмұрат есімді кәсіпкеріміз бізден несие алып, өзінің мал шаруашылық кәсібін ашты. Бұл жобаның мақұлдауына Атамекен кәсіпкерлік палатасы үлкен өзінің үлесін қосып, осы жобаны сүйемелдеп, осы жобаның ақырына дейін мақұлданып, несие комитетіне мақұлданып, 5 миллион теңге несие қаражатын алуына көмектесті. Осы күнде 5 миллион теңге несие қаражатын алып, 34 бас ірі қара малын алып, кәсіпкеріміз өз кәсібін бастап кетті. Ырыс микроқаржы ұйымы әрдайым көмектесуге дайын. Бізде мемлекеттің қолдауымен әртүрлі бағдарламалар бойынша 6, 7 және 8% 18 миллионға дейінгі несиелер беріліп отыр осы күнгі. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 2017-2021 жылға арналған мемлекеттік бағдарлама бекітілді. Ол мемлекет бағдарламасының екінші бағыты аясында бизнес бастау кәсіпкер негіздері бойынша оқыту курсын оқытуға жоспарланып отыр. Соған кәсібін ашам, немесе кәсібін кеңейтем дейтін кәсіпкерлерге бізге келіп өтініш жасса болады. Жалпы Сайрам ауданының кәсіпкерлері мал шаруашылығы, егін шаруашылығына қосымша айтарымыз, қазіргі заманға сай ауыл шаруашылығы өндіріс кооперацияларының құрамына
кіргізіп біріктіріп мемлекет тарапынан берілетін субсидияларды алуға кеңес береміз. Шаруа қожалықтарын біріктіру дегеніміз ол мал басын біріктіру, егін өнімдерді біріктіріп бір жерге сақтап және оны өткізетін жерлерге өткізуге кеңес береміз. Етті сатуда қиыншылық жоқ дейді шаруалар. Оны сақтайтын заманауи мұздатқыштар да бар. Сапасы экологиялық таза ет Алматыға тікелей жеткізіледі. Мал шаруашылығын дамытуға бағытталған өңірлік бағдарламаға сәйкес ірі шаруашылық басшылығы келешекте сүт фермасын ашып, ағарғанды өңдеумен айналыспақ. Данат Балқыбекұлы, Захит Тұрсыметов, Ел Нұр телеарнасының жаңалықтар қызметі.